Тіл ең ұлы қару. Тіл ең асыл құндылық. Тіл ең керемет қатынас құралы. Оның бойында ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр. Ал тарихқа келетін болсақ, тарихты білмей, болашақты бағдарлау мүмкін емес. Өткен күн кеше тарих, келер күн ертең сыр, ал бүгінгі күн үлкен сый. Қоғамдық гуманитарлық пәндерді оқытуда, сабақтарды түрлендіру арқылы шығармашылық қабілеттерін арттырып, функционалдық сауаттылықтарын дамыту мақсатында тіл мен тарих ғасырлар куәсі тақырыбындағы 10 күндіктің аңдатпасын ұсынамыз. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтағыңыз келсе, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастырғыңыз келсе, жол ережелері қашан пайда болды тақырыбындағы сабағыма қатысыңыздар. Тың игеру туралы не білесің? Тың игеру қай облыстарда басталды? Тың игерушілердің әлеуметтік жағдайы қандай деңгейде болды? Қазақстанда қандай көлемде жер жыртылды? Тың игерудің пайдасы қандай болды? Осы сұрақтарға жауап іздесеңіздер, 10-шы ақпан күні болатын менің сабағыма келіп қатысыңыздар. Жолың болсын. Амандығыңды Алладан сұра. Уәделі уақытта хабарыңды күте. Жолыңды тосам. Хош. Хош, Абай. Хош бол. Тоғжан! Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да. Бұл ұлы ақынның ақылы мен жүрегін жаулаған, қолы жетпей, мәңгі арманға айналған ғашығы Тоғжанға арналған сезімнің селі. Адамның өміріне мән, көңіліне нәр беретін, мұздаған көкіректі көктемнің шуласында ертетін ең аяулы сезім махаббат құдіреті. Абай мен Тоғжанның махаббатының куәгері боламыз десеңіздер, менің сабағыма қатысыңыздар. Если хотите окунуться в мир искусства, узнать о музыкальных инструментах народных, приглашаю вас посетить урок в 3 классе «Музыкальные инструменты». Барып алысып сор қайғымен, жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасымнан естігенім бартын еді, әйтеуір ақ қуатқан, оңбайды деп. Солай. Аманат бір құлайға. Ананың зары, табиғаттың тылсым күшін суреттеген Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы ашық сабағыңызға шақырамын. What's your daily routine? Do you want to make your daily routine correctly? If you want to make your right daily routine, come to my open lesson. Как вы думаете, полезен ли завтрак? Надо по утрам завтракать или нет? Если вы ищете ответы на эти вопросы, посетите мой урок. Человеку свойственно стремление к прекрасному, поэтому сложно представить мир без искусства. Живопись, музыка, скульптура и театр. Все это было когда-то придумано людьми, но с чего же началось искусство? Прежде чем узнать, с чего все началось, давайте узнаем, что такое искусство. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, приглашаю вас на свой урок.
қазақ әдебиетінің тарихында реалистік бағыттағы көркем шығарманың қалыптасуына барынша үлес қосқан Бейімбет Майлиннің шығармасын кез келген оқырманды бейжай қалдырмайтыны анық. Сонау 1914 жылы Садақ журналының 3-ші номерінде жарияланған сөз шеберінің әйгілі әңгімесі Шұғаның белгісі повесіндегі өмір майданда Шұға сияқты қыздардың тағдыр талқысына түсуі туралы ақиқатты білгіңіз келсе, менің сабағыма қатысыңыз. Қызыққа толы іс-шара, әдіспен түрлі ойнатқан, сезімге толы 10 күндік тарихқа терең бойлатқан.